жылжымайтын мүліктерді Алланың разылығы үшін деп мұқтаждарға беру. Жаңағы Әбу Талханың жылжымайтын мүлкі, яғни бау бақшасын өзінің туысқандарына беру, бұл не екен? Қайырымдылық уақытқа жатады. Біріншісі діни уақыт деп айттық, ол мешіт медреселерге көмектесу, яғни мешіт медреселер тұрғызу, оған жәрдем жасап тұру. Ал екіншісі қайырымдылық уақыт дегеніміз жылжымайтын мүліктеріңді қайырымдылық істерге жұмсау болып табылады. Жылжымайтын мүлік ретінде біз білеміз, Бауыржан Момышұлы бабамызды білеміз, қазақтың батыры. Сол кісі Совет үкіметі берген, сыйға берген үйін соғыста баласы қайтыс болған кейуанаға өзінің үйін хадия сыйлық қылып беріп берген. Міне осыны қайырымдылық уақыт деп атайды екен, құрметті жамағат. Қаншама жағдай бар, кісілер бар. Бір басында үш үйі бар, бір басында бірнеше көлігі бар, бір басында бірнеше тіршілік көздері бар. Бірақ соның біреуін Алланың разылығы үшін деп қайырымдылық істерге жұмсап қоятын болса, иншалла ол ісі өзі дүниеден өтіп кеткеннен кейін де артынан сауабы үзілмей жетіп тұрады екен.